Zikirдің пайдалары көп. Zikirдің ең еле пайдасы ибадаттардың ең жеңілі. Намаз оқушын дары талышын керек, жайнамаз талышын керек, қылан тап, намаз оқушын керек жығылып тұрып. Егер ораза қармасаң, ертемен тұрып ниет қылышын керек, зекет ақша берішін керек. Бірақ ибадаттардың ең жеңілі бұл тіл менен, жүрек менен зикир қылу. Және ең абзели дағы мына ушылан кені бұл жаннаттың көчөтү. Егер де мұсылман пенде зикир қылса, бұл жаннатта чоңойып, сіз барғанға шейін иншалла мөмөріп сізге қадепке өзінің пайдасын беріп қалады. Зикир адамдың жүрегін жұмшартады. Зикир Аллах Тааланың таат ибадатында болуға жардам береді. Әрбір ор нәрсені зикир жеңіл қылады. Іштердің бардығын оңынан шығарады. Егер ішіңіз жақсы болсын деп, ору жұқпасын деп, жақшылыққа жар болғыңыз келсе, анда зикир қылыңыз. Құдай Таалам зикир менен сізге жақшылық береді. Ошондой эле зикир кылган адам жүрөгүндө жана ден соолугунда күч болот. Эгерде ден соолугуңуз айбаттуу, күчтүү болгуңуз келсе, мына ошол зикир пайда анткени адамдын жүрөгү ыйманга ишеничке толгон болсо, ошол ден соолукка сөзсүз түрдө күч берет.